Атырауда жоғалған отбасының тағы да 2 мүшесі табылды. Мәліметтерге сәйкес, кеше Сұлтан Сәрсемәлиев пен оның әйелі Ақбаян Алматы қаласына жеткізілген. Тергеу барысында Сұлтан Наурыз бен Мейрамгүлді өлтіргенін айтып, олардың денелерін бұрын өзі тұрған Атырау қаласындағы геолог шағын ауданындағы үйдің ауласына көмгенін айтқан. Тергеушілер көрсетілген жерді тексеріп, сол жерден 2 адамның мәйітін тапқан. Осылайша Сәрсемәлиев бұрынғы жұбайы Ақбаян Мұқанғалиеваның 4 туысын өлтірді деген күдікке ілінді. Бұған дейін Ақбаянның ата-анасының мәйіттері өз үйіндегі сарайдың еденінің астынан табылған болатын. Ақбаян Мұқанғалиева да осы іс бойынша тергеліп жатыр. Алайда оған нақты қандай айып тағылғаны әзірге жарияланған жоқ. Күдіктілер бұған дейін Индонезияның Ламбок аралында ұсталып, кейін Қазақстанға экстрадицияланған еді. Еске салайық, бұл оқиға Ақбаян Мұқанғалиеваның ата-анасының жоғалуынан басталған. Біраз уақыттан кейін олардың мәйіттері өз үйлеріндегі сарайдың еденінің астынан табылған. Аталған дерек қоғамда үлкен резонанс тудырып, полиция қылмыстық іс қозғаған. 2026 жылы 9 наурызда күдіктілер Қазақстанға жеткізілді. Тергеу кезінде Сұлтан Сәрсемәлиев Наурыз бен Мейрамгүлді өлтіргенін мойындаған.